Кеш жарық достар, біз отельдің қасындағы неге торговый центр Нихил Молл деген Пальмадағы атақты торговый центр. Соны сіздерге кішкене обзор жасайық дедік. Киви аңғараңыздар жемістерді. Адам авокадоның түрлері. Енді бұл жақ кішкене тропикалық жемістерге бай, біз сияқты емес кішкене. Сіздерге де қызықты болсын, көріп отырсын деген ниетпен түсірейін дедім. Мынандай фасовочный түрлерде бар екен, қараңыздар. Клубника, иісі бұрқырап тұр ғой мынаның. Мынаны қараңыздар. Алма. Бұл жақта қарасаңыздар, негізі пустыня ғой. Құм ғой бұл жақта. Көп нәрсе өспейді, бірақ қараңыздар. Барлық жеміс бар ғой, барлығы бар. Шөп, шалаң, жеміс. Қызық, я? Хотя өздерінен іштеме өспейді ғой, енді өсет, құрма өсет. Мына қараңыздар, глаз дракона. Білмеймін, алардың атын білмеймін. Ананастар. Деп реклама жасап қойды. Мына қараңыздар, міне. Помидордың неше сорты бар, мына қараңыздар. Чили десен чили, мынау не? Чеснок араластырып қойған. Бағалары 37 дирхам за килограмм. Значит, бұл өте қымбат помидорлар болып тұр ғой. Мынаны қараңыздар, неше түрлі помидор. Бізде неше түрлі жерімізде құнарлы өсет, бірақ мынандай ассортимент жоқ қой бізде. Мынаны қараңыздар, морковтардың. Оған қосатын жаңағы соустар. Морковтың кішкентайы, үлкені, туралғанына дейін бар екен, даже қараңыздар. Әдемі, я? Асығып, үйге қонақ келе жатсаң, немесе кешігіп жатсаң. Сладкий перец, ана-мына. Мынаны қараңыздар. Сарысы керек десең көк. Бәрі бар, міне. Мынау огурцы. Тоже. Кішкентай. Черри помидор. Картинка ғой просто. Әдемі, я? Барлық ассортимент бар ғой, барлық ассортимент. Не іздейсің, адам жанына не керек, не жегін келеді, грибок. Бәрі бар. Бір қызығы, мандай нәрсе өспейді, мандай нәрсе жоқ демейсің. Мына қара, міне туралған түрлі ассорт микс. Міне ол мынандай түрлері. Апельсиннің ашылған түрлері бар ғой. Не дейсіздер енді одан кейін? Глаз дракона ашылған. Алдың жұмысқа кетіп баратқанда машина ішінде соғып алдым. Әдемі ма? Әдемі десеңіз? Мына қараңыздар. Сіздер көрсін деп түсіріп жатырмын міне. 40 дирхам. 40 дирхам қанша примерно? 6000 теңге. Но енді бірақ қараңыздар. Бүкіл түрі бар. Ауыр, бәрі сочный. Мына қараңыздар, нарезка, тарелка мысалға. Үйге қонақ келе жатыр, да? Екеу алдың да? Үйге барып пакетін аша қойдың. И все. Мына қараңыздар. Киви десеңіздер, киви. Кокос, бұны біз ішіп көрдік. Білмеймін енді, біреулерге ұнайды дәмі, біреулерге ұнамайды. Бұл кішкене майлы су ішіп тұрған сияқты. Мына қараңыздар, суп наборлардың. Алдың, суға тастадың, үстіне етің салдың да. Пожалуйста. Мына қараңыздар. Мен енді мынау патологен. Дайын картошка ғой, қараңыздар. Алдыңыздар. Апарып суға салып нетіңіздер, қалай пісіретін еді? Бұл жерде уже тамақтар. Енді мына жағында, бұның үшін бәрі мен түсіріп үлгермеймін ау, шамасы сырдың түрлері көп. Просто мен таң қалғаннан кейін түсіріп жатырмын да сіздерге. Мынандай түрлері бар, міне. Алдың, мынаны пикникке шықтың. Сырың бар, бүкілі бар, ішінде наның бар. Мына қараңыз, орех бар, бүкілі бар, ассортимент жасап қойған.
Керемет па? Керемет. Мына жақтағы ет, балық. Әйелім бірдеңе деп жатыр. Соктарды айтам дей ма? Без сахара дейді. Мына бәрі диетический қараңыз. Алдың таза апельсин. Баклажкалар. Кетчуп, майонез. Енді сортировать еткен кезде страшно ғой, товарды бұлай сортир. Еще қанша адам келіп жатыр. Ананы қопарып, мынаны қопарып ұстап жатыр. Тауықтың түрлері. Ладно, бізде де бар. Балықты көрсетейін сіздерге. Өзім балық жемеймін, бірақ есінен. Ана қараңыздар. Не мынау? Мен өзім жемеймін, сосын атын білмеймін. Аналарды қараңыз. Үлкен тұздалған, бұрышталған, қызыл балық, жасыл балық. Мен өзім жоқпын вообще балыққа. Мынау не балықтар мынау? Ужас. Мына қараңыздар. И мынандай магазинский дайын түрлері сатылады. Қызыл балықтан бәрі балық. Мына жақтың бәрі балық. Короче, балық. Кішкене иісінен шыдамадым. Балықтың иісі, көлдің иісінен нете алмаймын. Да дайын тамақтар сатады екен. Бұл жақтың тамақтары енді келіп көрген адамдар біледі, кішкене индийский кухняға ұқсайды. Соустарының бәрі кисло-сладкий, сондай. Мысалға, былайша біздің тілмен айтқанда не сияқты ғой? Жаркое мысалға. Жаркояға қант қосып жеген сияқты ғой, короче. Но бірақ бар нелері. Жақсы тамақтары бар. Короче, сондай достар. Бұл өте үлкен. Біздің смол сияқты нелері гипермаркеттерінде осындай выбор болады. И қаланың ішіндегі де магазиндерінде осындай выбор болады бір қызығы. Бүкіл нәрсені сортировать етіп, әдемлеп, упаковаттап, дайын, тек қана аузыңды ашып, жей салуға ғана дайындап қояды. Осындай көріп жүрген қызықты жерлерімді сіздермен бөлісіп отырам. Видео ұнаса лайк басып, каналымызға тіркеліп, бізді қолдап отырыңыздар. Мына қараңыздар, апельсин ішкім келсе, пожалуйста. Баклажка құйып алады екенсің сразу. Граната ішкім келсе, граната. Бағасы міне жазып тұр. 24 дирхам, примерно 2500 теңге. 2500-ге таза апельсин или граната ішуге болады. Кетчуп, сұйық май, оливковое масло, күріштер. Мына жерде тоже енді мынандай соктардың каталогын Дубай енді қойып тастаған. Мына жерде сок ішу деген бүкіл түрі бар. Мына жағы енді химикат, мынау сортировать көріп тұрған шығарсыздар енді примерно көрсетейін міне. Как әскер тізілгенде. Біреу кіріп, біреу шығып, сортымен ғой, бір қызығы, сортымен. Не деген фасовщиктер мынау? Не деген? Қанша адам келіп алып жатыр, не жоқ, орнын бәрін толтырып қар. Стена сияқты ғой. Мына қараңыздар, әскер сияқты. Осысына таң қалдым да. Өте енді масқара не қарайды. Печеньяның қатарын сіздерге түсіріп өтейін. Мынау біздің Орео, тағы да басқа заттар. Нутелла деген сияқты көп заттарымыз. Бізде де бар. Kitchen War дейді. Мына қараңыздар шыны. Не деген? Енді біреу не White Rose деген сет біздің small magnum сияқты. Барлық жерде бар Дубайдың.
ішіне кіресің. Не керек? Бәрі бар. Мынау 6 штугы осылай ұстайсың да алып кете бересің. 6 штук 0,5 спрайт 10 дирхам. 10 дирхамымыз примерно 1500 теңге. Кола тура солай. Мұнан осылай алып кетесің да. Номерің апарып қойып қоясың. Күнде бассейнге шыққанда ішіп жүресің. Мысалға 1000 өте тиімді баға деп ойлаймын өз басым. Бізде мысалға баночный кола біреу 500 теңге ме 600 теңге тұрады шығар, или 700 бе екен, қателеспесем. Мұнда 6 штук. Солай достар. Тағы да қызықты жерлер болса түсіріп салып отырамын. Видео ұнаса лайк басып, тіркеліп, кішкене қолдау көрсетіп қойыңыздар. Сіздердің әрқайсыздарыңыз қолдағандарыңыз ол басқа біреудің көріп көруіне себепкер болады. Мынаның бәрі оригинал соктар. Айтып отырмын ғой, бұл жақта сок, сусындардан енді потолок. Спиртной сатылып тұр ма? Спиртной сатылады. Да, уже сатылатын болыпты магазиндерінде. Бұрын мыналар жоқ болған. Бұрын мұндайлар болмайды. Мына қараңдар. Томатный сок 25 дирхам дейді. Мощный шығар мынау. Жасыл алма, анау мынау. О жерде гүл де сатылады. Құрмақ шоколаде. Қанша түрі керек, қандай түрі керек, үлкен керек, кіші керек. Бәрі бар ғой үшін. Мынау тоже детский соктар. Мынаның біреуін біз осы апельсинді неге алып кеткенбіз номерге. Осылай ұстайсың да алып кете бересің. Үшіп жатасың анандай пакетикті әдемі. Олар өте кішкентай екен қараңыз. Бірақ 6 штук. Кішкентай. Балаларға да қаншама соктың түрлері бар. Жұмасындай қараңыздар. Аласында кете бересің. Мынау сияқты өздерінің Дубай шоколадтарының 1040 түрлері бар. Мынандай түрлері бар. Мынандай да түрлері бар. Қараңыздар. Galaxy 22 дирхам. Дубайский шоколадтың любой жүрген жерде несі бар ғой. Біздегі лейстерді көрдіңіздер ма? Бейхім. Әл басқа шалауы. Живой гүлдерде сатылады. Гүлдер де бар екен деп па? Мынау құрма енді өздерінің құрма в шоколаде. Сосын бұл жақта енді мынандай құрмамен былайша айтқанда білгенін істейді ғой енді. Бұлар өздерінен шығатын өнімдер. Мынау міне мынандай Дубай шоколадқа қосатын еді. Күн жуыт дей ма? Сондайлар. Мынаны аласыздар да мынандай нәрселер. Подаркаға апарып бере бересіздер ғой, Дубайдан деп. Солай. Біз мынандай тамақ заказ бердік. Мына пицца хат деген Астанада да бар ғой, бірақ олардікі басқаша. Сіз пицца берсеңіз, пиццаның қасында осындай түрлері болады. Алдында келіп жеген, өте дәмді. Бір ерекшелігі бұлардың пицца кішкентай ғой, пиццалар. Фридің орнына мынандай дольки жүреді. Мынандай чикен қосылған сырмен не пісіп көреді. Сондай, короче. Мынаның бәрі де 9000 теңге шықты. Осы торговый центрға келіп атсаңыздар, мұнда келіп жесеңіздер болады. Торговый центрдің ішінде жоғарыда не келіп тұрмын. Жаңбыр сияқты. Төбесі тесіліп қапты ғымнан. Ой, жаңбыр құйып атыр.
Бағанағы торговый центрдің ішіне адасып, шығатын жері таппай жүрміз. Бұл жақтың бір несі сол. Мынау тоже басқа супермаркет, қараңыздар. Ішінде отырып жейсің, аласың. Осым супермаркет сорт-сортымен ғой бұл жақта. Мынау өте байлар іске супермаркет сияқты ғой. Мына жерде сразу шайың ішесің. Короче, біз адасып кеттік. Мына жақта тағы бір супермаркет па, немене мына? Иә? Дубайдың Small сияқты. Технодом, Small. Даже одан да үлкен шығар, өйткені бұл жерде продукты де бар, технология, жаңағы техника. Мына жақтың бәрі iPhone, телефон, велосипед. Анау жақ детский площадка, міне ананың бәрі не? Балалардың дүниесі міне. Рекламаны көріп тұрсаңыздар. Бұл жерде бір қызығы бәрі оптым еще. Мысалға мынандай формалар, Туниса дейді, қаншама елдің нелері бар екен. 14 дирхам дейді. Бутсилар. Бұл Carrefour деп аталады. Мына қараңыздар міне. 10 дирхамға мынандай 4 литр су келеді ғой, короче. Спрайт, кола бәрі бар. 14 дирхамға міне. И керек десеңіздер киім де бар ғой мына жерде. Мә, киімдері деген жетеді енді. Қыздар, ұлдар, подаркаге, пляжға міне. Дубай деген кепкалар, женский, орамал. Ошын, Дубайдың бүкіл жерінде бар. Carrefour деп аталады. Келіп жатсаңыздар, еш ойланбай, осында келіп, жаңағы продукты закупат етіп, керек жарақ киім жоқ нелеріңіздің бәрін ресепесіз. Мен қазір суретін экранға қалдырып кетемін. Міне. В общем, памперс, детский, недем, аптека, мына жағы полный овощ ана жақтары. Сондай өте үлкен гипермаркеттердің бірі, және оптым бағада да бар, және жеке штукпенде де бар. Осым не керек, бәрі бар. Carrefour деп аталады. Мына қара балалардың тамақ ішкенде егіз қоятын. Бэтменнің несімен бар ғой. Соска, детский нелер, памперстер. Біз просто енді осы районға кіріп кеттік. Иә. Бірақ енді біз ең бірінші келгенде осы гипермаркетке кіріп заттар алғанбыз. Жаңағы бір апта енді қонақ үйде жатқанда ішетін суларыңыз бар, кешке ішетін чайларыңыз бар деген сияқты, сүт. Сондайларды іздеп келіп кіргенбіз. Сол кезде таң қалып осыған. Киімде қарап кеткенбіз, сол кезде киімде алғанбыз бала шағаға. Техника да алғанбыз, күшті ойыншықтар алғанбыз. Мына ішінде енді ойыншықтың выборы деген міне. Мынаның ішінде әлем чемпионаты өтіп жатқаннан кейін барлық жерде осындай футболдың темасымен, чипсы болсын, не болсын, доптармен безендіріп қойған. Енді біреу білсе, біреу білмейді. Просто YouTube-ға көріп отқан көрермен болса, Дубайға барам деп жататқан болса, мысалы осындай жерге еш ойланбай келе бересіздер. Carrefour деп аталады. Міне несін, эмблемасын көрсетейін сіздерге. Carrefour. Бүкіл жерде осы эмблеманы көрсеңіздер, смело кіре беріңіздер. Міне 4 дирхам дегеніңіз, где-то 500, 800, 900 теңгенің киімдері. Қымбаты да бар, арзан. Бірақ качество өте жақсы біздің Waikiki сияқты. Техника, киім-кешек бәрінің несі жақсы. Короче, солай. Видео пайдалы болса лайк басып, тіркеліп, коммент жазып отырамыз. Қарасаңыздар, туристерге көйлек-мөйлек сықыртып отыр. Андай арабский киімдер, туған туыстарға. Портмоне, сумка. Пока женский жақта жүрміз.
сұмдық үлкен көп нәрсе бар мынаның ішінде. Іздеген адамға мынандай детский киімдер алдық. Мынау мысалға двойка шортыйымен 2000 теңге біздің ақшамен, 9 дирхам дейді. Мен бірінші келген жылдары Дубайға үйдегілерге осындай футболка алғам, Дубай деген. Балаларға да бар, взрослыйға да бар. Жақсы енді үй жақта киіп жүрсең Дубай деп. Явно бізде жоқ қой болар. Явно Дубайдан біреу әкелген деп ойлайды. Жеңі жоқ, ондай Хабиби деген түрлерін. Качестволары жақсы, негізі міне. Принттің Хабиби, Комти Дубай деп тұр ғой. Мына жақта міне өздерінің неше түрлі продукциялар, чипсы, макарон, бәрі, короче, акция қоғыларда. 41 дейді, почти бірге 10 килограмм. Мына жағылдарды кенді, бұл жаққа кірсеңіз, слансың бар, футболкың бар. Полный. Менің ашиды ғой. Тарақ. Не бар е? Не түсірейін сіздерге? Төбеде бағалар жалып тұрмын. 34, 44, 20 деген сияқты. Дирхаммен. Стиральный машина. Неге кіргізіп қойды? Орионың бәрі скидка болып жатыр. Айда жоқ нәрсе бар, мына жақта бір жағынан қарасам, продукция деген өте көп. Дүние жүзінен келеді ғой, дүние жүзінен келеді. Келмейтін товар жоқ. Мына қараңыз, соустың өзінің неше түрлі бар. Любой вкус, ащы жемейм, тұщы жейм. Өздерінің чипсилары шығар, Оман дейді. Ойбай, енді ар жақта вообще иіс. Тамақтың иісі бұрқырап жатыр. Шашлык не бар? Чипсилар мынандай немен сатылады, коробкамен. Қызық, ә? Тук, коланы қараңыздар, мини кола. Мынандай кішкентай кола бар, сотка сияқты, размер сотка сияқты. Мынау уже үлкен нөлпе. Кішкентай колалар. Сулардың түрлері де көп. Не ішем, не жейм деп қиналмайсам ғой. Дубайский шоколад аламыз. Негізінде уже біз біраз штук алып қойғанбыз. Но как всегда көзіміз тоймай. Мынау бірге бір жүреді оригиналмен. Ешқандай не жоқ, қалыңдығы, дәмі. Мына жерде мынау бар ғой, мен мысалы, мынау біздің Астананың магазиндері бар, 680 теңге. Мен алып жүрмін бұны. Бұл жақта да бар екен. Соны таң қалып тұрмын. Тура бірге бір мынау бізде де бар. 680 теңге тұрады бір штук. Дубайский шоколад. Мынау жай 20 дирхам деген, бұл уже кішкене качествосы жақсысырағы. Бұл енді бірге бір біз жеп жүрміз. Сосын мынандай да түрлері бар, міне қараңыз. Дубай шоколад дейді, бұлар бірақ не болып жүреді? Суретте тұрғандай, бұлар мынандай не болып жүреді. Бірақ бұлар 8 дирхам тұрады. Жейсің тура сол дубайский шоколад. Солай достар, короче. Түсіргенше түсірдім. Айтқанымша айттым деп па. Рекламаны қараңыз. Шоколадный ряд деген өлтіріп жіберіпті. Сникерс, M&M's, мынандайдың бәрі микс болып сатылады екен. Аның не упаковкасында. 2-шеуден. Келіп жатсаңыздар, нетіп жатсаңыздар, естеріңізде болсын. Осы магазин. Осының келесіздер да любой арзан бағаға еш өкінбей ала бересіз. Осы жерде арзан. Бұдан арзан жер табам деп. Day to day дегенге бармасаңыздар. Day to day деген тоже
Одан да арзан, бірақ ол жерде кішкене качество төмен. Ол жерінде де тура осындай оптым, барлық немен. Үлкердің продукциялары да бар екен. Day to day енді не нағарсаңыз. Иә. Мынандай да түрлері бар міне. Қымбаттай береді, арзандай береді. Балмыр, может, мынандай аламыз? Мыналар, көрініп тұрады. Бірақ дубайский шоколадтың өзі болған дұрыс қой, да? Day to day бұдан арзан. Мынау кішкене премиальный болып жүреді. Торговый центрлардың ішінде солай. Day to day ол өзі жеке здания немесе көшелерде болады. Сондықтан екеуінің қай-қайсысы болса да смело кіре беріңіздер. Бұдан арзан жер жоқ. Бисковты білетін шығар бұдан. Шоколады, кремі. Мынандай да түрлері бар екен. Толған Дубай шоколад қойшы. И кассаны қарасаңыздар, неше касса жұмыс істеп тұр. Ал Emirates Mall'дың да біраз жерін қыдырып, таксиге отырып қонақ үйге кетіп жатырмыз. Такси деген жағы ғой бұл. Мынау кетеді, сосын біз ғой. Жүр маған бара берейік. Иә. Hello. 5 Palm Jumeirah Hotel.